сабағымызды жақсы көңіл күймен бастайық. Болсын, орнымыздан тұрайық. Қазір қолымызды айдап қояйық барлығымыз. Қалдарын қалай ойын кеттік? Қалдары қалай? Жақсы. Жүріс қалай? Жүгіріс қалай? Алғанда қалай? Бергенде қалай? Түнгі ұйқы қалай? Ойнағанда қалай? Ұрысқанда қалай? Көңіл күй қалай? Жақсы, отырамыз орнымызға. Балалар, қолымызды қойып, бүгін біз сендермен үй тапсырмасын қазір сендерге сұрайтын боламыз. Біз өткен сабақта сендерге үй тапсырмасын берген болдық, иә? Енді біз қазір үй тапсырмасын иә, жоқ әдісі арқылы сұрайтын боламыз. Жаз мезгілінде аяз болады ма? Жоқ! Африкада қар бола ма? Жоқ! Қыста жаңбыр жауа ма? Жоқ! Күн жер бетіне жылу бере ме? Иә! Күн жасанды ма? Жоқ! Өте жақсы балалар. Енді қазір үй жұмысын тапсырып алды. Ал балалар, барлығымыз тақтаға назар аударайық. Балалар, тақтаға назар аударамыз. Біз не көрдіңіз? Әріптер көрдіңіз. Оның үстінде сандар. Бұның тапсырма. Сандарды рет-ретпен қойған кезде сөз шығу керек. Енді қазір біз әріптерді рет-ретпен қойып шығамыз. Райяға келе ғой. Бірінші қандай сан келе ғой? Бірінші сан 30. Келе ғой екінші арғын. Жақсы. Келе ғой нәзеке. Қазір айтып тұрамыз. Үшінші Жақсы. Келе ғой Нұрым. Жақсы бала. Қандай сөз шықты? термометр. Жақсы бала. Бұл сабақтың тақырыбы термометр. Ыстық пен суықты қалай ажыратады? Балалар, бұның сабақ мақсаты түрлі денелердің температурасын өлшеу, құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және балалар, бүгін біз сендермен дененің температурасын қалай өлшейміз? Оны кім шығарған? Сол туралы қазір түсініп кетеміз. Сонда қараңдар. Дене температурасын Т ағылшын тілімен белгіленеміз, Цельсий градусын өлшенеді. Нөлден жоғары градус нені көрсетеді? Су, яғни болғандай? Таңбасымен нөлден төмен болса, азайту таңбасын жазған екен. Мынаны қалай қоймыз? Цельсий дейміз, ал Цельсий деген бізде Андерс Цельсий бала. Бұл физик ғалым. Бұл кісі осы термометр туралы басқалар. Сен білесің бе? Термометр сөзі гректің термо, жылу деген, және метр, өлшеу деген сөзден шыққан. Термометр сынақ немесе спирт болуы мүмкін. Ал балалар, сұрақ сендерге термометр қандай болады? Балалар, термометр далада үйде болады. жақсы. Балалар, қараңдар, сендерге бүгін сендер соңында ұпайларды жинау үшін жұлдызша береді. Кім сабаққа белсенді қатысып отырады? Оны берген. Соған жұлдызша беріп отырған. Жақсы ма? Келесі, адам оны қай жерде пайдаланады? Қай жерде пайдаланады? Үйде, далада.
Сендердің алдарында мынандай ұпай парағы бар. Бұл сендер әр сұраққа, әр жауап алған сайын сендерге мынандай жұлдызша беріледі. Жұлдызша алғаннан кейін қосу белгісін қоясыңдар. Bir жұлдызша алдың ба? Екінші жұлдызша алғаннан кейін екі сұраққа жауап берсең, екі тапсырма орындасаң. Екінші, солай бұл не қылады, соңына дейін барады, сосын соңында бұны санаймыз. Сосын сендердің термометр бағалауы бойынша мынау қызылды жоғары қарай көтереміз. Неше ұпай жинады? Мысалы 8 ұпай болса, жоғары қарай 8-ге көтересің. Сонда сендер ұпайларды көрді, тұрады. Қандай баға алғандарын түсінді ме? Нормально ғой? Балалар, енді біз сіздермен термометрдің құрылысы туралы сөйлесеміз. Танысамыз. Бірінші бала, біз көріп тұрмыз термометрдің несі? Біріншіден шкала. Екінші? Шекарасы. Дұрыс. Әр градус арасында шекарасы бар. Содан кейін ортасында? Дұрыс. Сұйық. Балалар, енді қазір қарады. Термометрдің түрлерімен танысамыз. Бірінші, қандай термометр? Градус. Бұл не істейтін? Бұлмен не істейміз? Температура. Нені температура үшіміз? Нені температура жасая? Нені? Бөлменің. Жақсы. Екінші Раяна? Ол градус. Ол дененің температурасының өлшемі. Дұрыс. Әсіресе қай уақытта өлшеміз? Қай уақытта өлшеміз? Ауырғанда. Ауырғанда дұрыс айтасыңдар. Енді бізде Алина айтады. Үшіншісі қандай? Ол да бір градустың түрі. Оны маңдайына қойып температураны өлшейді. Өте жақсы. Дұрыс айтады екен. Міне балалар, бұның да бір денесін, адамның температура өлшейтін құрылғы. Үшіншісі кім айтады? Нұрбек айтады. Қандай? Термометр қандай термометр? Нені өлшейміз онымен? Даланың температурасы. Дұрыс айтты, далада де жақсы. Балалар, топтық жұмыс. Қазір мен сендерге сұрақтар бердім. Екі сұрақтан әр топқа топпен жұмыс жасап отырып, сұраққа жауап беремін. Жақсы ма? Оқып алыңдар. Екінші топ. Оқыңдар. Топпен жұмыс істейміз. Демек, көзің қалай анықтауға болады? Қайдамдар? Дайынсыздар ма? Жоқ. Қайдамдар? Мұғалім. Дайындықтар ма? Ал, бастайын. Бір сұрақты оқимыз. Ал. Температура дегеніміз не? Біз мұнаны температураны істейміз. Далада мұнаны жылы, қыстан, жылы, көктем, 1 градус, неше болады градус, 50 градус, 5 градус. Жақсы, температура дегеніміз жылымыз өлшейміз. Жақсы, адам деп. Аха.
берейін. Жаңа айттық қой. Қандай? Қандай бірліктің болу үшін? Жаңа айттық қой? Кіммен? Цельсий, е? Цельсий бірлігінің үшін едік. Жақсы. Екінші топ. Екінші топ. Бәріміз қызар, жақсы. Екіншісін айтады, кім айтады? Айтаға өзі оқып. Қатырақ. Сатын салқындар қан жағдайда қандай өзгерістер болатын білесің бе? Дұрыс, затты салқындатқан жағдайда қандай өзгеріс болатынын білесің бе? Ол суиды қатады және суық болады. Термометр өлшеуге не болады? Салқын болғанда? Ол төмен. Оны сыйға төменге бар. Дұрыс айтасың, өте жақсы. Үшінші, дайымыз ба? Ал кет, үшінші топ. Дене қызуын анықтауға ол бізге градусты көмектеседі. Оны қолданады, қашанады, ауырады, мысалы, 36 градус болса, сонда ол ауырып тұрған жоқ. 37. Қазір біз сендермен серт түсетін жасаймыз. Ол үшін орнымыздан тұрамыз. Жылы су ойыны. Қазір мен сендерге мына карточканы көрсетемін. Сендер оны оқисыңдар, және ол жылуды білдіре ме, суықты білдіре екен, айтасың, жақсы ма? Раяна. Ол 5 плюс градус. Қалай дұрыс оқыған жоқпыз? Плюс 5 градус. Жылу ма, суық па? Жылу білдіреді, жақсы. Келесі. 35. Плюс 15 градус. Нені білдіреді? Жылуды білдіреді, жақсы. Келесі. Айнұр. Ол 30 градус деген сөз салқын. Салқын, салқын дейміз ғой, аязды. Қыс аязды айтылады, жақсы. Келесі. Минус 15 градус. Ол аяз. Аяз, салқын, аяз дейміз, қыстың салқын өтеді. Жақсы. Келесі. Оқимыз. Ол 45 градус. Аяқта 45 градус азайту. Аяз. Аяз, дұрыс айтасың. Өте жақсы. Келесі, Аружан. Ол 10 градус. Азайту ма болсын? Ол азайту. Ол аязды бізге. Суықты аяз бола ма? Суық де? Суық деп айтады. Жақсы. Жақсы. Айтқыздар ғалым. Оқимыз. 25 градус. Ол аяз. Аяз, өте жақсы. Қыста болады, тамаша. Ол плюс 25 градус. Ол жылы. Жылы деп айтады, өте ыстық, жазда болады, бұл бізде. Тамаша. Келесі. Меруерт. Жылы бізде тамаша. Керемет, жарайсыңдар. Ерасыл. Ол 10 плюс градус. Ол жылы. Қосылы 10 градус деп айтамыз, оны ауыстырмаймыз.
Так, Нұрбеген айтады. Нұрбеген айтса қане? Қосу. Жоқ, қосу отыз градус, е? Оны ауыстырмаймыз. Бұл ыстық па, жылы ма? Суық па? Суық па? Дұрыс па балдар? Қалай? Бұл не білдіреді? Жылы ма, ыстық па? Иә, жазым ыстығы өте жақсы. Тамаша балалар. Тамаша. Температура. Екінші қайсы температураны білдіреді? Деп жазасыңдар. Так. Үшіншіде топта моделін жасайсыздар, жақсы ма? Мынау адамның жылу температура өлшейтін градусникпен өлшейміз, істейміз. Ал бұл керекер. Это сюда. Сейчас. Держи. А это сюда. Al, сәйкестендіріңдер. Кім боясында? Жіппен. Мынаны оқып отырмын да. Естейміз? Шәкілдің суретін жап, оның цифрларды жаз. Қазір қиып аласыңдар. Тезде қиып ал. Тестіктен ағыз Қазір сөйлесіңдер. Қарабалыңдар. Сөйлесіңдер. Айтыласыңдар жерлері. Ондай білдіреді екен. Мен бояуды. Қосылма, жайтылма, соғысы болса. Қасын десіңдер. Жақсы. Қарап отырсыңдар. Мен бүкіл. Жақсы. Балалар жауап, қол жауап берген дайындалыңыз. Жақсы. Адым жасаймыз, я? Теперь нужно тут определить. Жақсы. Тамаша. Енді мынаны қазір біз не қыламыз? Сандар. Номерлерін жазып сандар. Мен бірінші. Бірінші. Екінші номер. Газ. Екінші номер. Иә. Ана. Жақсы, дайынбыз, е? Ал бала, дайынбыз. Бірінші топ. Ал бірінші топ. Алла сөйлесін. Салып көрейік. Көрсетеміз. Кім шартта? Көрсетеміз. Баламда қараймыз. Мұндай зат айтамыз. Және? Ыстық, е? Жақсы. Екінші? Дұрыс. Тамаша, жақсы. Қошемете бала, қошемете қойып. Екінші қатар тыңдайық, екінші топты қане. Ал көрмеген. Бірінші не? Қосыма зайты ма? Азайту? Жақсы. Екінші. Тыңдайық.
Жақсы. Балалар, біз қазірдермен топтық жұмыс тәжірибе жүргіземіз. Қазір бірінші топ бізде қандай термометр? Градус. Жыл өлшейді, су өлшейді дұрыс. Екінші адамның дұрыс. Үшінші Даладан температура және мемлекет. Жақсы. Бірінші топта бізде ыстық су мен суық су. Сендерге қазір байқамай. Ыстық су мен суық су. Мынау бізде суды өлшейтін температура. Так. Міне, ыстық сумен жазып қоясың, қанша көрсетіп тұрған және ме? Баласыңдар. И жазасыңдар қанша екенін, жақсы ма? Так, екінші бізде бөлме. Екінші бөлме, себебін жұмыс себебін. Екінші бөлме. Қазір біз осы сыныптың несін температурасын дәл өлшейміз, қайда өлшейміз, салыстырамыз. Түсінді? Мынау бізде сыныптың несін температурасын өлшейміз, және коридор шығып бақа өлшейміз деп. Жазамыз, қанша көрсетіп тұрған жазамыз. Санамыз жазамыз жерге. Үшінші бізде адам температурасы. Қазір сендерге балалар, сендер қазір мынаны бір балаға қоясыңдар. Кімге? Температура өлшеуі. Жоқ, олай өлшеме. Қалай өлшейміз? Біз оны мұнда қоямыз. Дұрыс. Киімсіз. Киімді. Жоқ. Киімсіз болу керек айланы. Айланы киімді қойсаңыз. Ішінде қарай. Ал, енді жаза қоямыз, солай төртеу өлшеу қоямыз. Жазып отырамыз аттарымен бірге. Кеттік. Все, жазып отырсыз, дұрыс. Плюс па, минус па, жазып отырсыз ғой. Жақсы. Жаза қоямыз, қанша екенін. Атын жазып қой, айлана деп. Сосын температурасын көрсетесің. Жақсы. Ал ғой. Жаза қой, көрсет. Балалар, бүгін сабақты қорытынды түрінде сендерге балдарында тест бар. Сол тестті қазір сендер сұрақтарға жауап беріп орындайсыз, жақсы ма? Кеттік, орындай бастаймыз. Оқимыз.
бір-біріне? Неше ұпай қойдың? Соған жүрсene, жақсы. Мына қарай. Қашанда яғында. Сенде неше ұпай қойдың? 10 ұпай. 10 ұпай сенде? Неше ұпай? 9 ұпай. Сенде? Неше ұпай? Жақсы. 9 ұпай сенде? Дұрыс, е? Қолды яралар. Қолымызды қояйық. Бала тест орында болды қоя. Енді қазір біз бағалаймыз. Үй жұмысын. Қараңғы тапсырмасы. Өз дененің температурасын өлшейсіңдер. Жазып қоясың. Қанша температура екен? Ол үшін қандай термометр пайдаланасың? Таңертең, түсте, кешке өлшейсіңдер ішмесін. Және нәтижесін дәптерге жазасың. Жақсы ма? Тамаша. Қазір сендер жұмысша санадыңдар ма? Енді алдарында тұрған кім қандай ұпай алды? Біз қазір соны көрсетеміз. Жақсы. Алдыңдарға қойыңдар ма? Бағаларымды қойыңдар ғой, жақсы. Енді қойды, жақсы. Қазір мұнда қараймыз. Тақтада 3 термометр тұр, жасыл түсті, көк түсті, қызыл түсті. Енді қараймыз. Жасыл болса, маған қызықты болды. Көк, маған бәрі түсінікті. Түсінбедім қызыл болса. Ендеше сендер қазір бағаларын тұрып алыңдар ғой. Осы бағаларын деген сосын күнделікке қоямын. Сендер қазір осы топтың жанына келіп жабыстырасың. Жақсы ма? Ал бірінші топ келе қойыңдар. Жабыстырыңдар. Қосына қоямыз. Қайсысын таңдайсыңдар? Қосына қоямыз. Дұрыс. Келе қой. Бірінші топ. Аха, жақсы. Астыры қойып, астыры қойып. Қойыңыз. Екінші топ келе қойыңдар. Келе қой, екінші топ. Екінші топ келе қойыңдар. Жабыстырыңдар. Қай жерге қоямыз? Ал. Ұпайларына көріп қойыңдар. Қазір қоямыз күнделікке. Тамаша. Нұрбеге қоя қой. Қоя қой, қай жерге қоямыз? Так, келе қой. Әлинұр. Отырамыз. Әли. Түсінбедің бе? Сен түсінбедің бе? Бағаны емес, түсінікті бағаны қоясың, түсінбедім деген олма, түсінбедім. Мұна бәрі түсінікті. Қызықты болды. Қай жер жабыстырасың? Болды, жүруін қойы қой. Үшінші топ келе қой.